Ассалаумағалейкум. Бізде 8 клапанды Nexia. Бұл көліктерді мен жармаймын. Қымбат көлік қараймын, арзан көлік қараймын деп барлық көлік маған бірдей. Осы міне жаңағы Nexia келгесін таңдамаймыз дедік қой. Бұл кісіге қарап беріңізші. Көптен бері проблема болып жүр. Сол проблема тауып берсеңіз деп келген болатын. Диагностика салып, PX давлениемен заключениесінде бізде зажигание слишком позднее. Немесе большое наполнение цилиндра находится, возможно, из-за позднего угла. Енді цилиндрдегі лишний ауа коллекторға қарай жүреді дейді. Подсос воздуха бар сияқты көрсетіп тұр. Соны біз қазір ходовик жігіттерге, моторист жігіттерге қарайтын боламыз. Шкифін ашып, толық ремень түсіріп, қандай проблема бар екенін қарайтын боламыз. Бізде міне зажигание шыны керек, артта жатыр. Плюс 5 пен плюс 15-те холостой ходта градуста аспау керек. Мысал үшін 15 градустан аспау керек, 5 градустан төмен болмау керек. А бізде минус 10. Бұл екі тіс алға артқа ойнап тұр деген сөз кәп қазір. Қазір біз мына көлікті мотористерге апарып, алдыңғы дөңгелегін шешіп, коленвал шкивін шешіп, қарайтын боламыз не проблема бар екен. Nexia-ның негізінде ауруы осы. Мінекей біз Nexia-мызды тексерген болатымыз. Зажигание поздний болғасын, коленвал шкивін ашқасын белгілі болды. Қозак бір брат. Мінекей тісі кішкене шығып біткен, ойнап біткен. Міне осындай проблемалар болады. Ремень ауыстырғаннан немесе шкив ауыстырған пайда жоқ. Бұл коленвалда ақау бар деген сөз.